Сәлем достар, сіздермен Нұргүл Жарамазан қызы кез келген затты сұр түсті золотистый соғып қалай сырлау керектігін айтатын боламын. Ең бірінші копилкаларымызды қара түске бояп алып, соның сыртынан кепкеннен кейін мынандай менде акриловый серебристый цветін алдым. Бұны щетканың көмегімен жағатын боламыз. Жалпы щеткаге краска көп жағылып кетсе, мынандай бөлек ыдысқа щеткаге красканы жағып сырлайтын болсақ, әдемі көрінетін болады. Щеткаге көп краска жағылып кетсе, мына бір тұтас болып әдемі болмай қалады. Щеткадегі красканы осындай ыдысқа жағып тұрып, краскалесек әдемі болады. Жалпы акрил краскалар тез кебеді. Бір жерін сырлап болса, екінші жері уже кеуіп тұрады. Мен бұны да қара краскамен краскалеп алып кептіріп, голдтың золотистый цветін алып бояйтын боламын. Голдтың золотистый цветін алып былғап, жақсылап, мынандай ыдысқа шетінен құйып щеткамен жаймендеп отырып жағатын боламыз. Сол кезде жаққанда әдемі бір тегіс болып көрінеді. Коронасына алванның золотистый түрін қолдандым. Алванның краскасы әдемі бір бояғанда әдемі жылтырайтын болады. Голдты манағыдай үстінен әдемі ұзу шығу үшін жасауға болады.
қандай да бір сувенирдегі болмаса копилканы дәл осылай қылып бір тегіс қылып бояп алып үстінен серебристый немесе золотистый краскамен әдемілеп узор жасауға болады. Менің видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып каналға тіркеліңіздер. you